кішкене менде уақыт босады. Осы аралықта екі брокер макроэкономикалық шолу жасапты, болжам деп айтайық. Қысқаша сіздерге түсінікті болсын. Бір-екі акцияға болжам жасапты. Оның ішінде BCC Invest пен Alto City Invest. Кеше мен сіздермен Казатомпром туралы сөйлестім ғой. Казатомпром туралы олар 26 жылға айтады. BCC Invest 31.472 теңге болады дейді. Он земна көлемі где-то 31.000 болады дейді. Осы төңіректе болады 26 жылға болжап отыр BCC Invest. Ал Alto City Invest'ің айтуы бойынша Казатомпром бізде бағасы 20.800-ді құрауы мүмкін дейді. Примерно мына жерге баға түседі деп 26 жылға болжап отыр. Әрине бұл қатып қалған болжауы емес, осыған шынымен осылай түседі деген ойда емес. Біз өйткені бірнеше факторлар оған әсер ету керек. Бірақ осы жылы Казатомпромның өзінің активтерінен 50%-ды құрайтындай үлкен алда заказ күтіп тұр. Үндістанның 7 сәуірде оны мақұлданатын болса, соны күтеміз. Сосын бұл қай уақытта түсуі мүмкін. Егер мысалы қандай да бір причиналарға байланысты ол сайлауда ондай заказ аламаймыз дейтін болса, немесе дивиденд кеп кезінде баға түсіп кетуі мүмкін бұлай, немесе тағы жорамал бойынша егер де Казатомпром біз өндіріске басқа да құрылыстарға көп ақша саламыз, дивиденд бермейміз дейтін болса, онда қарапайым инвесторлардың қызығушылығы төмендеп, бәрі акцияны сатып жіберуі мүмкін. Сол кезде де баға мүмкін осы 20.800 болмаса да 31.000-ға мүмкін түсіп кетуі мүмкін шығар. Өйткені біреулер құры бағам өсімінен дивиденд қалап отыратын инвесторлар болады. Тек 6-7 жылға мысалы шыдаймын деген ұзақ мерзімді инвесторлар болмаса, көбіне қысқа мерзімді инвесторлар сонда дивидендқа қызығады. Сол үшін де баға түсіп кетуі мүмкін шығар. Енді 100% болжап айтамаймыз ғой. Сондықтан енді Казатомпромнан басқа BCC Invest'ің жорамалы бойынша бізде Казмунайгаз. Казмунайгаз қазір бағасы 24.773 деп тұр. Әлі биржа ашық, жабылған жоқ. Осы аптада көре жатармыз. Бұл жерде дағы бір басты жаңалықтың да әсер етуі мүмкін. Бұл жерде таяу шығыстағы жағдай бойынша егер сондай бір кедергілер болып жатса, сол жерде кішкене Америка Иранға жаңағы соғыс ашса, немесе тағы бір сондай жағдайлар болып жатса, ол кезде әрине баға көтеріліп кетуі мүмкін мұнайдың. Сол себепті Казмунайдың газында бағасы көтерілуі мүмкін. Тағы да айта кететіні, олар 20.875 деп болжап отыр. Егер дивиденд бермесе, немесе тағы да бір мұнайдың бағасын түсуіне әсер ететін факторлар болса, мүмкін баға түсетін шығар. Оны да біз болжап айтамаймыз. Бұл жай брокердің болжамы, бұл да нақты нәрсе емес. Просто біліп жүрулеріңіз керек та. Мысалға, қандай брокер, қандай жорамал жасап отыр. Мысалы, 26 жылға жорамал осындай деген сияқты. Сосын тағы бір BCC Invest бойынша айтып кететіні бізде қандай акция? Кегокты айтып кетейік. Олар қанша қазір дивиденд көптен кейін әлі орнына келген жоқ. Қалпына келген жоқ дивидендіне көптен кейін әлі Кегок компаниясын. Қазір баға 1463 теңгенің шамасында тұр. Кегок бойынша BCC Invest көрсеткіштен қашан болды? 1545 31 декабрьге қарай болған көрсетіп тұр. Бірақ BCC Invest бойынша 1700 бізге көрсетіп тұрған көрсеткіштен де асып кетеді деген жорамал жасап отыр 26 жылға. Оны да көре жатармыз. Енді тарифтердің бағасы, бәрі тоққа қатысты заттың бәрі, жалпы жаңалықтар,
Соны если қарап біліп отырсаңыздар, иә, Кекоктың мысалы өзіне дивиденд мысалы төлейміз десе, әрине акцияның бағасы да өседі. Сондықтан осы акцияларға көңіл бөле отырыңыздар, егер сіздердің портфельдеріңізде бар болса. Ал егер мен мысалы қазір Казатомпромды ала қалам десеңіздер, баға шынымен хайда тұр, өте жоғары баға. Ешқашан Казатомпром 41 мың 42 мың тұрмаған, бірақ мысалға дивидендтік гэпті күтіп барып алам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Бұл қысқаша шолу, ешқандай инвестиция